Бұл суретте 111 және 108 кварталдардың көрінісі, Ленин даңғылы мен Блюхер көшесінің қиылысы бейнеленген. Сурет 66 жылдың шілдесінде түсірілген. Кварталдардың құрылысы 59 жылы басталып, 3 жылдан кейін жаңа ғимараттар тұрғындарды қабылдай бастады. 4-5 қабатты Хрущевка деп аталатын типтік тұрғын үйлер салынды. Сәулет жоспарына сәйкес, әр кварталдың өзінің балабақшасы, мектебі және дүкені бар. Суреттің алдыңғы жағында металлургтер алаңы орналасқан. Дәл осылай 1960 жылдардың ортасында қалалық аурухана алдындағы болашақ саябақта таған. Сол кездегі Қарағанды металлургия зауытының медсан бөлімі. Алаңның сая жолдары 63 жылдан бастап қалана бастады. Сенбіліктерде теректер мен үйеңкі ағаштарын қаланың комсомолдары мен медициналық санитарлық бөлім қызметкерлері отырғызды. Ал шырша 66 жылдың мамыр айында отырғызылды. Бұл жас қала үшін ерекше оқиға болғандықтан алаңға көптеген қала тұрғындары жиналды. 1970 жылдың басына дейін жаңа жыл қарсаңында металлургтер алаңында теміртаулықтарға Қарағанды металлургия зауытынан сыйлық ретінде шырша орнатылды. Уақыт өте келе алаңдағы ағаштар өсіп, алаң көлеңкелі саябаққа айналды. 2018 жылы алаң абаттандырылып, қала тұрғындарының сүйікті демалыс орнына айналды. Суретке назар аударайық. Фотосуреттің сол жағында тұрғын үй көрінеді. Оның бірінші қабатында старт дүкені орналасқан. Бастапқыда дүкен спорт тауарлары ретінде ойластырылған болатын, бірақ уақыт өте келе ассортимент өзгерді. Әр кезеңде теміртаулықтар мұнда музыкалық аспаптар, грампластинкалар, мектеп керек-жарақтарын сатып алды. Өзгеріссіз қалған дүкеннің аты ғана. Қазір старт дүкенінің суретін осы тұрғыдан алу мүмкін емес. Дүкеннің алдында және одан жоғары зауытқа қарай күміс теректерден көлеңкелі сая жол жатыр. Сонымен қатар бұл ағаштардың ақ жиегі бар ерекше жапырақтары бар. Күміс теректер бұл оттегі өндіретін нағыз агрегаттар деп айтуға болады. Жаз мезгілінде бір өсімдік 40 келіге дейін көмірқышқыл газын сіңіреді. Суреттің оң жағында металлург гастрономы орналасқан. Ғимараттың бүйір жағы көрінеді. Онда 2011 жылдан бастап қайта құру жұмыстары басталып, 2013 жылы супермаркет ашылды. Металлургтың жанында киім дүкені. Ол қазіргі теміртаулықтарға уют дүкені ретінде таныс. Шынында да дүкеннің кең залдарында киім ұзақ уақыт бойы сатылмады. 70 жылдары мұнда үйге бәрін сатып алуға болатын еді. Шелектер мен кір жуғыш ұнтақтардан бастап тұрмыстық техника мен жиһазға дейін. Суретке әсіресе Ленин даңғылының жол төсеміне мұқият қараңыз. Әрине, автокөліктің мүлдем жоқтығы бірден байқалады. 60 жылдардың ортасына қара теміртаулықтардың жеке көліктері сирек болды. Сондықтан көлік жүретін жол бөлігінде ешқандай белгілер болған жоқ. Оның ішінде жаяу жүргіншілерге арналған өткелдер де жоқ. Бағдар шамдар да сирек болды. Сол кезде қала тұрғындары жолдың өздеріне ыңғайлы жермен жүріп отырды. Жалпы 65 жылы шығарылған КСРО-ның барлық елді мекендеріне ортақ алғашқы жол ережелерінде жаяу жүргіншілер өткелі немесе зебра туралы айтылмаған болатын. Қазір қалғанның бұл ауданы қатты өзгерген. Металлургтер алаңы деген атау сақталмаған. Ал Республика даңғылынан алаңның өзін көре алмайсыз. Оның алдында банк пен отбасылық мейрамхана ғимараттары тұрғызылды.